Сәлем достар, үш қана ингредиенттен тұратын жиын жасаймыз. Міне бізде сары май, және сгущенка и талқан қажет болады. Қазір майға сгущенканы араластырып аламыз. Міне сары май мен сгущенканы араластырып жатырмын. Сары май бөлме температурасында болу керек. Енді осыған талқанымызды саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Міне барлығын бірге араластырып, енді қалаған форма жасасаңыздар болады. Сонымен тоңазытқышқа 2 сағатқа жібереміз. Міне жентті тоңазытқыштан шығарып алдық. Енді мен бетіне шоколад құям. Сондықтан қазір осы шоколадты алып микроволновкада ерітіп аламыз. Міне шоколадымды ерітіп алдым. Енді әрқайсысын осыған батырып аламыз. Бетіне осындай фисташковый мука. Қалағандарыңызша әрлесеңіздер болады. Міне қараңыздар, қандай керемет. Енді тоңазытқышқа 4 сағатқа жібереміз.